Айтпақшы, сіз ұйқыңызды ашып, миыңызды толық қуатта іске қосу үшін дүкеннен түрлі түсті құтыдағы энергетикалық сусынды алып, оның алғашқы жұтымын жұтқанда не ойлайсыз? Біз бұл сусындарды нағыз сиқырлы эликсир деп қабылдауға әбден үйренгенбіз. Жарнамалар бізге ол саған қанат береді, шексіз қуат көзі, тоқтаусыз энергия деп айғайлайды. Сондықтан жастар, спортшылар, жүргізушілер судың орнына осы тәтті, газдалған химикатты литрлеп ішеді. Бірақ токсикологтар мен кардиологтар бұл сусынды заңды түрде сатылатын инфаркт деп атайды. Неге? Өйткені энергетикалық сусын сізге ешқандай энергия бермейді. Бұл физика мен биология заңын бұзумен тең. Оның ішінде сізге күш беретін сиқырлы калория жоқ. Ол жай ғана сіздің ағзаңыздың ертеңге, арғы күніне сақтап қойған соңғы авариялық резервтерін күштеп тартып алып, жүрегіңіз бен миыңызды несиеге өмір сүруге мәжбүрлейді. Армысыздар, құрметті көрермен, бұл айтпақшы арнасы. Бүгін біз бүкіл әлемді жаулап алған тәтті сусынның артындағы медициналық триллердің бетін ашамыз. Бүгінгі үлкен шығарылымда сіз бір құты энергетик ішкеннен кейінгі 60 минуттық уақыт тізбегін өз көзіңізбен көресіз. Алғашқы 10 минут кофеин мен қант қанға қалай шабуыл жасайды және қан қысымы неге атылады. 30 минуттағы иллюзия. Ағзадағы шаршау рецепторлары қалай бұғатталып, миыңыз сізді қалай алдайды. 45 минут кокаин эффектісі. Мидағы дофамин неге есірткі шеккенде деңгейге жетеді. 60 минуттан кейінгі апат. Неліктен жүрек ырғағы бұзылып, ағза толықтай құрдымға кетеді. Деміңізді ішіңізге тартыңыз. Бұл видеодан кейін сіз жарқыраған құтыларды көргенде, ішіндегі химиялық соққыны сезінетін боласыз. Сіз құтыны ашып, мұздай, тәтті сұйықтықты ішкен сәттен бастап таймер іске қосылады. Алғашқы 10 минуттың ішінде сусынның құрамындағы негізгі екі қару, кофеин мен қант асқазан арқылы сіздің қаныңызға өтеді. Біз кәдімгі кофені де ішеміз ғой, оның несі қауіпті дерсіз? Мәселе дозада, яғни мөлшерінде. Бір стандартты 500 мг энергетик құтысының ішінде шамамен 150-ден 300 мг дейін синтетикалық кофеин бар. Бұл бір мезетте 3 немесе 4 кесе қою экспрессоны үзіліссіз бірақ жұтып қойғанмен тең. Оның үстіне бұл кофеин жай ғана табиғи емес, оның әсерін 10 есе күшейтетін таурин, гуарана және женьшень сияқты стимуляторлармен химиялық түрде байытылған. Бұл бомба қанға түскен сәтте сіздің жүрегіңіз ең бірінші соққыны қабылдайды. Кофеин қан тамырларын күрт тарылтады. Тамырлар тарылған соң қанды айдау үшін жүрекке бұрынғыдан 2 есе көп күш салуға тура келеді. Сіздің жүрек соғысыңыз минутына қалыпты 70 реттен 1-ден 100 немесе 120-ға дейін атып кетеді. Яғни тахикардия басталады. Қан қысымыңыз көтеріледі. Сіздің денеңіз нағыз төтенше жағдай жариялайды. Бірақ сіз бұл қауіпті сезбейсіз. Сіз тек ұйқым ашылды, сергекпін деп ойлайсыз. Неге олай? Өйткені сусынның ішіндегі қант сіздің миыңызды алдап үлгерді. Бір құты энергетиктің ішінде шамамен 14-16 шай қасық, яғни 50-60 грамм таза қант бар. Егер сіз осыншама қантты жай суға қосып ішсеңіз, сіздің асқазаныңыз оны көтере алмай лұқсып бірден құсып жіберер еді. Бірақ энергетик өндірушілері өте қу, олар сусынға қышқылдар, соның ішінде лимон қышқылы мен газдарды көп қосады. Бұл химиялық құрам қанттың жүрек айнытатын дәмін басып тастайды да, сіз осыншама уды еш кедергісіз жұта бересіз. Сусынды ішкеннен кейін 30 минут өткенде кофеин сіздің қаныңызда өзінің ең жоғарғы шегіне жетеді. Міне дәл осы сәтте сіз өзіңізді супермен сияқты сезіне бастайсыз. Ұйқыңыз мүлдем қашады, назарыңыз шоғырланады. Бірақ бұл энергетик сізге күш берді деген сөз емес. Бұл сіздің миыңыз химиялық түрде соқыр болып қалды деген сөз. Ол қалай жұмыс істейді? Біздің миымызда аденозин деген арнайы молекулалар бар. Адам күні бойы жұмыс істеп энергия жұмсаған сайын бұл молекулалар көбейе береді. Олар мидағы рецепторларға барып қонып, болды, біз шаршадық, энергия таусылды, ұйықтау керек деген дабыл, яғни сигнал береді. Сіздің ұйқыңыздың келуі ағзаның сізді қорғау үшін жасаған табиғи механизмі. Ал энергетик ішкенде не болады? Кофеиннің молекулалық құрылымы жаңағы аденозинге өте ұқсас. Кофеин миға зымырап жетіп, аденозиннің орнына өзі барып жабысып алады. Ол рецепторларды бұғатып тастайды. Енді сіздің ағзаңыз шын мәнінде қатты шаршап, қуаты таусылып тұрса да,
Ми бұл шаршау сигналын көре алмай қалады. Сіздің ағзаңыз өзін өзі алдап жатыр. Осы сәтте бауырыңыз қандағы қанттың орасан зор мөлшеріне реакция білдіріп, оны бұлшықеттерге жалған энергия ретінде лақтырады. Сіздің көз қарашығыңыз үлкейіп, бұлшықеттеріңіз қатаяды. Бұл күйді ғылымда соғысу немесе қашу реакциясы деп атайды. Сіздің денеңіз өзін орманда арыстаннан қашып бара жатқандай сезініп, өміріңіздің соңғы тамшы энергиясын жағып жатыр. Сіз несие картасынан үлкен ақша шешіп алып, рахаттанып жұмсап жатқан адам сияқтысыз. Бірақ бұл қарызды пайызбен қайтаратын уақыт өте жақын. Сусынды ішкеннен кейін 45 минут өткенде сіздің қаныңыздағы химиялық коктейль өзінің абсолютті шарықтау шегіне жетеді. Сіз бұл сәтте өзіңізді толықтай бақытты, мотивацияға толы, кез келген жұмысты қатырып тастайтын құдіретті адамдай сезінесіз. Бірақ бұл табиғи қуаныш емес, бұл таза медициналық кокаин эффектісі. Нейробиологтар дәлелдегендей, энергетикалық сусынның ішіндегі орасан зор қант пен синтетикалық стимуляторлардың, мысалы V тобындағы дәрумендердің жасанды дозасының қоспасы мидағы дофамин, ләззат және марапат гормоны өндірісін күрт жарып жібереді. Сіздің миыңыз дәл қазір ауыр есірткі, кокаин немесе героин қабылдаған нашақордың миымен 100% бірдей режимде жұмыс істеп тұр. Дофамин рецепторлары шамадан тыс жүктеліп, сізге жасанды эйфория, яғни ләззат сыйлайды. Міне, сондықтан адамдар энергетиктерге өте тез тәуелді болып қалады. Жастар оны шөлдегенде немесе ұйқысы келгені үшін емес, миға осы химиялық ләззат соққысын қайта-қайта беру үшін күнде ішеді. Бұл заңды түрде сатылатын дүкеннің сөресінде тұрған сұйық есірткі. Бірақ табиғатты алдау мүмкін емес. Сіздің ұйқы безіңіз қаныңыздағы 14 қасық қантты көріп, оны бейтараптандыру үшін бар күшімен инсулин гормонын бөліп шығарып жатыр. Ол бұл химиялық өртті сөндіру үшін жанталасуда. Және бұл өрт сөнген сәтте нағыз тозақ басталады. 60 минут, міне 1 сағат өтті және сіздің денеңізде апат басталды. Инсулин қаныңыздағы барлық қантты сыпырып жоқ қылды. Сіздің энергияңыз нөлге түсті. Сонымен қатар, бағаналы бері рецепторларды күшпен жауып тұрған кофеиннің күші қайта бастайды. Ол рецепторларды босатқан сәтте 1 сағат бойы жиналып, тасып тұрған аденозин шашау молекулалары алып цунами сияқты миға лап қояды. Сіз энергетикті ішкенге дейінгі жағдайыңыздан 10 есе қаттырақ шаршайсыз. Көзіңіз бұлдырайды, басыңыз ауырады, денеңізден әл кетеді. Бұл несиенің пайызбен бірге қайтарылатын сәті. Ағзаңыз сізді «менің бар резервімді жағып жібердің, енді мен өшемін» деп жазалайды. Бірақ ең қорқыныштысы шаршау емес, ең қорқыныштысы жүректің жұмысында. Энергетиктердің ішіндегі кофеин мен тауриннің қоспасы жүрек бұлшықеттеріндегі кальций алмасуын бұзады. Бұл дегеніміз, жүрек өзінің соғу ырғағын басқара алмай қалады. Медицинада бұл аритмия деп аталады. Статистикалық триллер. Жыл сайын әлемде жүздеген жасөспірімдер мен студенттері компьютер алдында немесе спорт залда кенеттен жүрек талмасынан қайтыс болады. Олардың көбісінің қанынан энергетикалық сусындардың шектен тыс дозасы табылған. Егер адамның туа біткен, өзі білмейтін кішкентай жүрек ақауы болса, бір құты энергетик оның өміріндегі ең соңғы сусыны болуы әбден мүмкін. Жүрек жай ғана бұл химиялық қамшының соққысына шыдамай тоқтап қалады. Ал сіздің бүйрегіңіз осы улы химикаттарды денеден шығару үшін зәрмен бірге ағзадағы барлық таза суды сыртқа айдайды. Сіздің жасушаларыңыз сусызданып, бүйректе тас пайда болу процесі басталады. Міне 60 минуттық ләззаттың нағыз бағасы осындай. Міне достар, біз бүгін сіздермен бірге жарнамалар мақтайтын шексіз энергияның артында жатқан 60 минуттық химиялық триллерді толықтай талдап шықтық. Энергетиктер сізге қуат бермейді. Олар сіздің ертеңгі денсаулығыңызды ұрлайтын химиялық қамшы. Олар сіздің миыңызды есірткіге тәуелді етіп, жүрегіңізді тозуға мәжбүрлейді. Егер сіз шаршасаңыз немесе ұйқыңыз келсе, сіздің ағзаңызға химиялық банк емес, жай ғана таза су және табиғи ұйқы қажет. Табиғаттың заңын бұзған кез келген адам ерте ме кеш пе өз денсаулығымен жауап береді. Ал сіз аптасына неше энергетик ішесіз? Осы видеодан кейін бұл әдетіңізді тастай аласыз ба? Шындығын пікірге жазып кетіңіз. Егер бұл видео сіздің көзқарасыңызды өзгертсе және ағзаңызды қауіптен сақтап қалса, міндетті түрде лайк басып достарыңызға, әсіресе энергетик ішпей тұра алмайтын таныстарыңызға жіберіңіз. Мүмкін сіз осы видео арқылы біреудің өмірін сақтап қаларсыз. Бұл айтпақшы арнасы. Айналамыздағы жасырын әлемнің шок фактілерін бізбен бірге танып, миыңызды кеңейтіңіз.